Ассаламу алейкум. Кеч болгонуна карабастан бул видеону чыгарууга туура келди. Андыктан көрүңүздөр, көрүп бүткөнүңүздөрдөн кийин комментарий беребиз. Сұрақтан сөйлесін, сұрақ жазып берем әкеде. Түсіндің ме? Surbayım beni. Surbayım ne? Gel öyle. Turtura şehirde baram ben hazır. Turtura şehirde. Ha? Kaç dur? Foto çektim, ta. Ha? Jim. Sırhal çağır. Tırış başıyla ötü. Ne oldu? Tırış başıyla ötü mu? Ne oldu? Evet. Ne ırşan tartı oltasın sen? Sana? Sen mına kamera çıktırır ötedi. Hazır. Kapalı olsun. Kapalı olsun. Sen bana ayıt otmayasın, ne tırıştasın dedi. Soralım, ben de sana ucun tuttum. Yok. Sen uçtan beri hazır. Ben söyledim. Ha? Neresi söyledin mi? Çıksan. Familiyamla taş çıkmayayım ben ne? Kurban çakramından mı? Teşekkür ederim. Kapalı. Saat olsun. Sallayla hoş. Ne kılayın aka ben? Evet, özün hoş muamele var. Kapalı var. Kamera çıkartsa var onun. Ne? Hazır. Çaltan ben. Ya aytıp koy Nuri geç. Albayken geç. Niye? Ne uğraştasın mı? Sen uğraştasın. Ha? Korkutasın beni. Sen korkutasın mı beni? Korkutasın beni. Korkutasın beni. Korkutasın mı diyeyim? Şuradan beri koy diyeyim. Allah. Aka grupta kimler var mı? Evet. Ya kaç beni özüm edeceğim. Участковый бар екен, участковыйды айтып беріңізші. Қарақаяға. Тышқан жылы болған, сен кімсің көй? Тышпайла өчтен, неле тышпасың ма? Мен саған тырыш әлек міне. Отырбағы даман қармақсың бе, көз? Не қыл қармақсың бе, ұрыстық ба? Форманы тешкенің қандай қалып өтінші? Ұрысқан бесін мен сен бе? Жоқ. Былтыр Бір жаздырып кеткенсің бе? Мен машинада емеспін ғой. Жаздырып кеттің. Мен анда машинада түскенмін деме. Түскен кетмей менің Кетіп отсам, отқа кетпесін дегенде тоқтатсам, сен айтқансың. Болды, естен мен сен. Сұрауылы кеттің, өп жасына?
айтты, кечирим сураңыз. Мен бар эле. Була камера тартып турат. Болду, жең. Гөл. Камера жабык. Камера жабык. Камера жабык. Адам жығылды. Атаңыз бар десем мен сен не ұзақ Ана ака Адам жығылды. Атаңыз бар дедім мен, тексермейсің бе? айтырыңыз нападение болду. Нападение, қандай нападение? Ұрысқан жоқ қой, мен тұрам ортымын. Мен камера бар. Болыпты камерамыз. Жұмек. Жұмек, бұл не бе? Жұмек, қой бе. Озың еттім жалған жоқ, қой. Ака, мына қарап қан шығып жатыр мен өзім. Қана қал, Қой өрің мені. Қой өрің ака. Қаяқтан боласың, қойғын не? Қойғын не? Ака, көрөз ал. Жұмек. Мен ұрышайын деп тұрам ака, бұл жақта мен. Сен ұрысайын деп тұрасың. Ака, менде камера бар, мен ашықтан сөйлелбе. Ака, мен. Камерам болса, біз өзі ішімізбен кетті тостың, атағауыз бар дедім, көр дедім. Ака, мен тексеріс үшін тұрам мен бұл жерде. Мен документ бердім ғой мен. Ака, мен бұл жерде тексерем мен. Документ алдым ғой. Ана, штраф алатын бұл баланы. Штрафым болса, мен төлейін дедім. Штрафты. Оша штрафты? Ертеңді төлесе болады. Жоқ, ака, 3,5 сомдан өйді өтінше, автоматики станка кіреді, ака. 3 штрафты. 3 штраф мен, ака, 3 сомдан ашқан. Ана, қанша екен аны? Ашып кеттір, ака. Оттыр ашып кетсе. Ошоға штраф жазып беремін, алып келіп станкаға қойып, төлеп шығасың, ака. Сен жооп бересің мен ұрғаның, ач. Жооп бересің. Тасыйм мен. Болды бей? Көресің мен. Болды. Нұрстанға салбайлы қой, күтір әлбей. Айтып қой. Ака, машина айдан станка. Қаяқтан боласың? Қаяқтан боласың? Не қыласың, ака, мен мұны елі ішіп кетті. Мұны елі ішіп кетті. Қойғы не? Оны алып тұрған жоқсың бар сізде? Ұлғытпай, ака. Сен ұрдың, ана кем ұрдың? Мен ұлғалайсың, ака, ма камерада бар, ака. Болды. Не дедің мен? Кечирим сураган сизден дедиңби? Кечирим сураган. Мен сен ұрышқан әмесіне көрген әмес мен сені. Барай! Көрген әмес. Ака, қармауын. Мен қармауын, ака. Болды, қой. Ака, станкаға барады машина. Машина станкаға қойыңыздар. Қой. Ака, мен аз үшін барып тұрып, роуды қарауызға есемі қауырсыздан, ака. Есеміға жазайлы. Мен сен ұндаған тұрау, түш кетті. Ака, мен, оны жайып тұрсында кім тұрсың? Машина келіп отырсың. Машина көріп жоқ, айнекті ашқанда болам. Не тұрсасың деді, мен тұрау, мен инспектор бәләш істеген. Ака, менде камера көрсетіп қойым, ака. Сонда Өзүңүздөр туура түшүнгөндөй, видеону биз толук чыгардык. Эч жерин кырккан жокпуз, эч жерин кескен жокпуз, эч жерине эч кандай үнүн басып кое турчу эффекттерди кошкон жокпуз. Башкача айтканда, болгонун болгондой чыгарып берүүгө аракет кылдык.
тилекке каршы азыркы учурда инспекторго кол салган айдоочу башкоргоо чарасы камакка алынган эмес, тескерисинче 2 айга үй камагына чыгарылган. Бирок биздин маалыматыбыз боюнча ал азыркы учурда Нокен жергесинде ооруканада жатат экен. Ал дагы инспектордун үстүнө инспектор мага кол салды деп арыздоомат менен кайрылган экен. Бирок видеодо көрүп турасыңар кимге кол салганын. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 374 беренесинин 2 бөлүгү менен иш козголгон. Ал жерде бул беренеде мындай деп айтылып жатат. Ушул берененин 1 бөлүгүндө көрсөтүлгөн адамдарга карата өмүргө жана ден соолукка коркунуч келтирбеген зомбулукту колдонуу же өмүргө жана ден соолукка коркунуч келтирген зомбулукту колдоном деп коркутуу 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып пул салууга же 2 жылдан 5 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп жазып атат. Башкача айтканда, бул жаран инспекторго кол салган үчүн ашып барса 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин айып пул төлөп чыгып кетип калат деген сөз. Эгерде ушул берененин санкциясында жазасында айып пул салууга деген жер болбогондо 2 жылдан же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат деп гана көрсөтүлгөндө жазасы 2 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылмак. Бирок тилекке каршы андай болбойт деп дагы айта алам. Себеп дегенде азыркы учурда менин маалыматым боюнча инспекторго тиги тараптан колдон келишинче ортого адамдарын салып ишти токтотуу боюнча аракеттер көрүнүп жатат. Андан дагы эң кызыктуусу бул жерде тиги кара футболкачан баланын атасы келип инспекторго кой иним каерден болосуң дегенге чейин суроолорду берип, бул маселени мындайча айтканда чечүүнүн аракетин көргөн. Жана ушудан улам сиздерге суроо, бул кишини каерден көргөнсүздөр? Жогорку кеңеште депутат болуп, өкмөттө министр болуп иштеп жүргөн бир адамга окшоп турбай элесиңерби?